Бала кезімізден үйден қонақ үзілмейтін. Сондағы бір байқағаным, анам етті пісіріп түсірген кезде асықты жіліктің басындағы шырышты, сіңірлі сүйекті алып тастайтын. Кез келген бала сіңірге құмар болады ғой. Жегіміз келіп, қыңқылдап сұрасақ, тәй тәрі, қыз балаға кезеген жеуге болмайды. Жамбасын жер иіскемей езіп, жүргеннің не қайыры бар деп жекіп тастайтын. Анамыз айтқан сөз бізге жазылмаған заң. Кезегендіктің, сұмақайлықтың көп жүріп, көзге түсудің жаман әдет екенін қазағым қыз баланың санасына осындай ырым тыйымдар арқылы сіңіріп отырған екен ғой.